Құрметті тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша кезекті дәрісімізді ұсынамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістіктің лексика-грамматикалық категориялары. Етістіктің лексика-грамматикалық категорияларына салт және сабақтылық категориясы, етіс категориясы, болымды және болымсыздық категориялары кіреді. Бұл категориялар туралы қазақ тіл білімінде Ыбырайым Мамановтың, Аққал Хасенова Қалыбаеваның, Ахмеди Ысқақовтың, Сейілбек Исаевтың тағы басқалардың еңбектерінен қарап білуге болады. Жалпы етістік категорияларын біз екі топқа бөлеміз. Бірінші лексика-грамматикалық категориялар және таза грамматикалық категориялар. Бұл екі категорияның өзара айырмашылықтары бар. Лексика-грамматикалық категориялар түбірдің семантикасына түрлі мағыналық реңк қосып өзгертетін категориялар болатын болса, таза грамматикалық категорияларда ондай мағыналық реңктер болмайды, таза түрлену жүйесінің көрсеткіштері болып табылады. Сонымен қатар, етістіктердің ішінде категориялық мәнге ие бола алмайтын, бірақ бүкіл етістікке жаппай жалғана алатын бір топ қосымшалар бар. Олар есімше, көсемше, тұйық етістік. Бұл үшеуін ғалымдар категориялық мәнге ие бола алмайтын түрлері деп көрсетеді. Лексика-грамматикалық категориялардың ерекшелігі неде? Олар, лексика-грамматикалық категориялар, етістік түбірлерінің бүкіл қасиеттерін бойында сақтаған категориялар. Яғни, етістік түбір секілді тікелей жіктелмейді, сол күйінде тікелей қолданылмайды және сырттай бұйрық райдың екінші жақ анайы тұлғасымен ұқсас келеді. Мысалы, хат жаздыртты деген кезде бұл етістігіміз тікелей жіктеліп тұрған жоқ. Бұл етістік өзгелік етіс тұлғасында тұр және одан кейін жедел өткен шақтың жұрнағы жалғанып барып, үшінші жақта жіктеліп тұр. Сонымен қатар етістіктер түбір күйінде сөйлемнің ішінде қалай қолданыла алмаса, осы етіс тұлғасында, болымды болымсыздық тұлғасында да қолданыла алмайды. Мысалға, болымсыздық тұлғасында шықпа, барма деп келетін болса, етістік сөйлемнің ішінде, одан кейін міндетті түрде қандай да бір жақ бар деп түсінуіміз керек. Мәселен, сен шықпа дейтін болса, бұл бұйрық райда екінші жақта жіктеліп тұр. Ал мына мысалда үшінші жақта болымсыздық тұлғадан кейін шақты білдіретін көсемше жұрнағы жалғанып барып, жіктеліп қолданылып тұр деген сөз. Ақындар айтысады дегенде түбірі айтыс етістік болатын болса, а көсемше тұлғасында тұрып, жіктеліп қолданылып тұр. Етістіктің салт және сабақтылық категориясы жалпы тура объектіні қажет етпеуге байланысты. Яғни, тілімізде тура объектіні қажет ететін етістіктер сабақты етістіктер деп аталатын болса, тура объектіні, яғни табыс септігіндегі сөзді қажет етпейтін етістіктер салт етістіктер деп аталады. Бұл туралы Аққал Хасенова мынандай пікір айтқан. Яғни, салт сабақтылық мән етістіктің грамматикалық мағынасы арқылы түсіндіреді. Яғни, өзіне тән арнайы тұлғасы жоқ. Тек ерекшелігі сөйлеу барысында тура толықтауышты меңгермеу қасиетіменен байланысты болып келеді. Сол себепті де салт сабақтылықты етістіктің лексика-грамматикалық категориясы деп тануымыз керек дейді. Салт етістік табыс септіктегі тура толықтауышты меңгере алмайтын, тура объектіге сабақталмай, жанай жүзеге асатын етістіктер. Бұл етістіктер жанама етістіктерменен ғана тіркесіп келеді. Мысалға, бару, қайту, кету, келу дегенде кімді бару, кімді келу деген секілді табыс септіктегі сөзбенен тіркестіре алмаймыз, бірақ басқа септіктегі сөздердің барлығымен тіркесе береді. Мысалға, қайда бару, кімге бару, неден келу,
кіммен келу деген секілді басқа септіктермен тіркеседі, табыс септіктегі сөзбенен тіркеспейді. Ал сабақты етістіктер керісінше табыс септіктегі тура тоқтаушты қажет етіп тұрады. Тіпті алдындағы сөз түсіп қалса да, біз сабақты қосымша түсіп қалса да, сабақты етістік арқылы оның табыс септікте тұрғанын біле аламыз деген сөз. Мысалға, жу десек, нені жуамын деп сұраймыз. Ки десек, нені кию керек. Айт десек, нені айтамын, нені оқимын, нені табамын, нені жазамын деген секілді сұрақ өзінен өзі туындап тұрады. Демек, бұлар табыс септіктегі сөзді қажет етіп тұрады деген сөз. Тілімізде етіс жұрнақтары салт етістікті сабақтыға және сабақтыны салтқа айналдыру қасиетіне ие. Мысалға, өзгелік етістер салт етістікті сабақтыға айналдырады. Кел деген салт етістік, оған өзгелік етіс жұрнағы жалған кезде кімді келтірді. Бар десек, ол салт етістік, кімді барғыз деп табыс септіктің сұрағына жауап беріп, сабақты етістікке айналып кетті. Арықсыз етіспен өздік етіс жұрнақтары сабақтыны салт етістікке айналдырады. Мысалы, шөп жиналды. Жина, нені жина? Сабақты етістік болатын болса, жиналды дегенде енді нені жиналды деп айта алмаймыз. Яғни бұл жерде сабақты етістігіміз салт етістікке айналып кетті. Өздік етіс жұрнақтарының мұндай қасиеті жоқ, сондықтан бұлар бейтарап етістіктер болып табылады. Мысалы, хат жазу да, хат жазысу да өзгеріссіз сабақты етістік болып қала береді. Лексика-грамматикалық категориялардың ішіндегі өте күрделісі етіс категориясы. Жалпы етіс мағыналық тұрғыдан нені білдіреді дегенде, іс әрекетпенен оны орындаушының арасындағы қарым-қатынасты білдіреді. Яғни іс әрекеттің кімнің тарапынан орындалғанын, ол өз орындай ма, екі адам бірігіп орындай ма, өзге біреу орындай ма, әлде өзінен өзі орындала ма деген секілді сұрақтарға жауап береді. Яғни іс әрекет кімнің тарапынан орындалатынын көрсетеді деген сөз. Жалпы етіске байланысты морфологияда даулы мәселелер жоқ емес, соның бірі етіс тұлғаларының сөз жасамға қатысы мәселесі. Мысалы, Ахмеди Ысқақов етіс формаларында сөз тудыру қабілеті де сөйлемдегі сөздердің синтаксис құрылысын өзгерту қабілеті де болады дейді. Яғни етіс жұрнақтары сөз тудырады деген пікір қалыптасқан. Мұндай пікір академиялық грамматикамызда да және басқа ғалымдарда да кездеседі. Етіс қосымшалары етістік негізден етістік тудыратын жұрнақ деп аталады. Етіс қосымшасын лексикалық сипат негізінде сөз жасам қосымшасы деп анықтау керек деген пікірлер бар. Жалпы алғанда етіс қосымшаларын сөз тудыратын қосымша қатарына жатқызатын болсақ, онда біз оны морфологияның ішінде қарастырмауымыз керек. Оны білу үшін жалпы етіс жұрнақтар жалған кезде сөз туа ма, тумай ма деген мәселені қарастыруымыз керек. Мысалға, айтыс, тартыс дегенде сөз туды десе болады. Себебі екеуің айтыс дегендегі қимыл мәніменен ақындар айтысы дегендегі заттық мән туып тұр. Ал енді осы жерде оның заттық мәнге айналуы етіс қосымшасының ғана рөлі ме деген сұрақ туындайды. Бұл жерде қимыл атауы зат атауына айналды деуге болады. Етіс жұрнақтары сөз тудыру қатарына жатқызуымыз үшін етіс жұрнақтарын ол жаппай кез келген жағдайда кез келген етіс жұрнақтары сөз тудыру керек. Осы тұрғыдан алған кезде бүкіл етіс жұрнақтарын сөз тудыру қатарына қоса алмаймыз. Жалпы алғанда сөз тудырушы және түрлендіруші жұрнақтарды ажыратудың критерийлері бар. Сол критерийлерге сүйене отырып профессор Исаев және Абраим Маманов мынандай қасиеттерін көрсетеді де, етіс тұлғаларын сөз тудыру қатарына қосуға болмайды деген пікір айтады. Біріншіден, грамматикалық абстракция жасау қасиеті. Яғни, морфологияның зерттеу нысаны болып табылатын жұрнақтар, яғни түрлендіретін жұрнақтар
грамматикалық абстракция жасайды. Яғни белгілі бір топтағы сөздерге сөз таптарына жаппай жалғанады. Ал мұндай қасиет сөз жасам қосымшаларында жоқ. Мысалға, өте көп қолданылатын өнімді деген жұрнақ, мысалы ШШ жұрнағын алатын болсақ, ол кез келген зат есімге жалғап сөз жасай алмаймыз. Мысалға, әнші, қойшы, биші деген көптеген сөздер жасалғанымен, қағазшы, қаламшы, мысалға тақташы деген секілді кез келген сөзді жасай беруге болмайды. Яғни ол сөз таңдап, талғап, жалғанып барып жасалады. Ал сөз тудырушы қосымшалар жаппай жалғанады. Екіншіден, сөз тудырушы қосымшаларда өнімді, өнімсіздік, құнарлы, құнарсыздық сипат болады. Яғни ол сөз тудырушы қосымша арқылы жасалған сөздерді жүздеп, мыңдап болса да санауға болады. Мынанша сөз жасалды деп көрсетуге болады. Ал енді сөз түрлендіретін жұрнақтарды олай санай алмаймыз. Себебі ол контекстке байланысты кез келген жағдайда қолданылатын контекстік сипаттағы қосымшалар. Құнарлы, құнарсыздық қасиет, бұл да сөз жасам қосымшаларына тән. Яғни қосымшалардың сөз тудырушы жұрнақтарының белгілі бір кезеңде сөз жасауға актив қатысуы немесе қатыса алмай пассив қатарда қалуы. Мұндай қасиет сөз түрлендіруші қосымшаларға тән емес. Және сөз тудырушы жұрнақ арқылы жаңа сөз жасалатын болса, ол сөздіктің реестрлі қатарын құрап, жаңа сөз ретінде, дайын тілдік бірлік ретінде қалыптасу керек. Ал енді сөз жасам қосымшаларының барлығын ол қатарға қоса алмаймыз. Мысалға, тілде мынандай да мысалдар бар деп көрсетеді профессор Саид. Қыз айттыру, таң асыру, үйге келіп жылынды, үйді жылытты, рұқсат беруді өтінді, бұған екеуі келісті дегендердегі қосымшалар арқылы жаңа сөз, жаңа ұғымдар, атаулар туындаған. Мысалға, қыз айттыру. Бұл жай ғана әңгімені айттыру, әңгіменің мазмұнын айтқызу дегенмен тең емес. Бұл кәдімгі этно тілдік бірлік болып табылады. Яғни мағынасы өзгерген. Бірақ енді бұл мағынасы менен жеке жаңағы етістік тұлғасындағы мағынасының арасында байланыс бар. Яғни қыз айттыру кезінде оны біреу арқылы айттырып жеткізеді, мысалы хабарды. Сол ұғымнан барып осындай жаңа ұғым, жаңа түсінік қалыптасқан. Таң асыру, яғни жылқыны таң асырды дейміз. Бұл жерде де жаңа ұғым пайда болды. Үйге келіп жылынды. Бұл етістіктің, жылынды, жылытты етістіктерінің етістіктері қай сөз табынан шығып тұр? Жылы деген сын есім бе, әлде жылыну мәніндегі етістік пе? Ол жағында ажыратып алу керек. Егер етістік болатын болса, одан етіс жұрнағы жалған жаңа етіс тұлғасы туындап тұр. Ал жылы деп алатын болса, онда сөз туып тұр деп түсінуіміз керек. Жалпы бұл етіс жұрнақтарының сөз жасам жұрнағы деп қаралуының бірден себебі, тарихи тұрғыдан келетін болсақ, етіс жұрнақтары сөз тудыру, бастапқыда етіс жұрнақтарының сөз тудыру қасиеті болған деген пікір бар. Сол қасиет кейбір жұрнақтардың бойында сақталып қалған. Бірақ енді барлық жағдайда ол кез келген жағдайда кез келген етіс жұрнағы сөз тудыра алмайды. Ол етістіктің түрлену жүйесінің көрсеткіші болып табылады. Сондықтан ол сөз тудыру қатарына қосуға келмейді. Ал енді мына мысалдардың жеке лексема болып сөздік құрамнан орын алуы тек қана етіс қосымшасының ғана рөлі емес. Бұл жерде семантикалық тұрғыдан даму процесі болды деген сөз. Осы тұрғыдан алған кезде жалпы сөз тудыратын және сөз түрлендіретін жұрнақтардың ара-жігін ажырату тұрғысынан келген кезде етіс жұрнақтарын толыққанды сөз жасам қосымшаларының қатарына қосу қиын. Жалпы етіс жұрнақтары етістік түбірдің қасиеттерін бойында түгел сақтаған. Сырттай бұйрық райдың екінші жағына сәйкес келеді, тікелей жіктелмейді және етіс тұлғасында сөйлемдегі етістік етіс тұлғасында аяқталмайды. Одан кейін міндетті түрде басқа қосымшалар болады деген сөз. Мысалға, сен екеуің айтыс дейтін болсақ, айтыс. Бұл жерде етіс, ортақ етіс жұрнағы жалғанып тұр, бірақ одан кейін жіктік жалғап отыр. Сен бұған
кейін екінші жақта қолданылып тұр. Ал енді етіс тұлғасындағы сөзді, мысалы мен айтыспын, сен айтыссың деп жіктей алмаймыз деген сөз. Етістің түрлеріне байланысты да грамматикаларда даулы мәселелер жоқ емес. Мысалға, мектеп оқулықтарында етістің 4 түрі көрсетілетін болса, ғылыми грамматикаларда негізгі етіс деген түр көрсетіледі. Бұл негізгі етіс деген түрін академиялық грамматикада Ысқақовтың қазіргі қазақ тілінде ол ешқандай тұлғасыз тұрған бүкіл етістерге негіз болатын етістің бір түрі деп көрсетіледі. Яғни оны негізгі етісті өзге етіс формаларына таяныш негіз болатын, солардың түрлерін, мағыналарын, қызметтерін салыстырып айқындайтын форма деп көрсетеді. Егер оны басқа етіс тұлғаларына негіз болады деп алатын болсақ, онда оның түбірден мағыналық жағынан айырмашылығы болу керек. Яғни түбір беретін мағына менен етістің ешқандай тұлғасыз түрі беретін мағынаның арасында айырмашылық болу керек. Етіске тән семантика болу керек. Субъект мен объект арасында қарым-қатынас көрінуі керек. Ал енді ондай айырмашылық болмағаннан кейін оны негізгі етістің бір түрі ретінде алу және басқа етіс түрлеріне негіз болады деу дұрыс емес деген пікірді айтады профессор Исаев. Сонымен етістің қандай түрлері бар дегенде өздік етіс, ырықсыз етіс, өзгелік етіс, ортақ етіс деген 4 түрін көрсетеміз. Бұл өздік етісте қимыл іс-әрекет өзінен іс-әрекетті, мысалға, адам өзі үшін өзі орындайды. Мысалға, жуынды, киінді, тазаланды, сұранды дегенде іс-әрекетті тікелей өзі орындап тұр. Жуынды, сүртінді деген адам үшін өзі орындайды. Осындай әрекеттерді тазаланды дегенді жатқызуға болмайды екен. Басқа іс-әрекетті тікелей айтушы адамның өзі орындайтын болса, оны өздік етіс дейміз. Ал ырықсыз етісте іс-әрекет өзінен өзі орындалған секілді болады, яғни оның субъектісі белгісіз болып қалады. Мысалға, үй тазаланды, астық жиналды, кітап оқылды дегенде іс-әрекетті кім орындайтындығын көрсету мақсат етілмейді, өзінен өзі атқарылған секілді көрінеді. Ал өзгелік етісте қимыл іс-әрекетті айтушы да емес, тыңдаушы да емес, үшінші бір тұлға субъекті орындайды. Ол субъектіні ғылыми грамматикаларда агент деп айтады. Ол өзгелік етістің бірнеше түрлі қосымшалары бар. Ғыз, гіз, дыр, дір, тыр, тір, т деген сияқты. Бұл қосымшалардың бір ерекшелігі бірінің үстіне бірі жалғана береді. Ал ортақ етісте қимыл іс-әрекеттің бір емес бірнеше субъект арқылы іске асатыны көрініп тұрады. Хат жазысты, отырысты дегенде іс-әрекетті орындаушы бірнеше адам болып табылады. Жалпы алғанда етістердің бір ерекшелігі бірінің үстіне бірі жалғана береді. Мысалға, өздік етістің үстіне өзгелік етіс, ортақ етіс, немесе ортақ етістен кейін өзгелік етіс деген секілді қабаттасып жалғанады. Бұл қасиет жалпы алғанда сөз тудырушы жұрнақтарға тән қасиет болғандықтан, етіске байланысты пікірлерде осыны негізге алып сөз тудырушыға жатқызу керек деген пікірлер осыдан шықты десе болады. Ал етістіктің лексико-грамматикалық категориясының үшінші түрі болымды, болымсыздық категориясы. Бұл категория іс-әрекеттің жүзеге асу аспауын білдіріп, қарама-қарсы қайшы мәнде жұмсалатындықтан да етістіктің категориясы болып табылады. Жалпы бұл категорияда түбір қасиеттерін бойында сақтаған категориялар, оның тұлғалары бірінші маме жұрнағы, ған-ген және жоқ-мада сөзі қолдану арқылы, мысалы барған жоқ, келген жоқ деген секілді. Және емес есімше тұлғаларына емес көмекші етістігінің тіркесуі арқылы жасалады. Барған емес,
жатқан емес деген секілді. Сонымен етістіктің лексикограмматикалық категориялары болымды болымсыздық, салт сабақтылық және етіс категориялары болып